Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай баклажаннан өте ерекше дәмді болып шығатын салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған баклажанды, яғни баялдыны, қабығын аршып, керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Және де ортасынан бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ірілеу етіп, барлығын жақсылап турап аламыз. Және де крахмалды қосуды ұмытпаймыз, өйткені қуырған кезде баклажанымыз өзіне майды сіңіріп алмайтын болады. Сондықтан барлығын қосып жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте бұрышымызды осылай төрт бұрыштап тураймыз, және де сарымсағымызды видеода көргендеріңіздей жақсылап турап аласыздар. Келесі осындай сарымсағымызды, яғни чесногымызды осылай ұсақтап тураймыз, біреуін кішкене ірілеу етіп турайтын боламыз. Ұсақтап туралынған чесногымызға соевый соус және де басқа да заттарымыздың барлығын қосып араластыратын боламыз. Және де қызып тұрған майымызға дайын тұрған баклажанымызды біртіндеп салып, қызарғанша барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Келесі кезекте қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, сарымсағымызды, чесногымызды салып араластыратын боламыз. Дайын тұрған бұрышымызды салып, кішкене қуыратын боламыз. Және де дайын тұрған соусымызды құйып, барлығын араластырып, қуырылған баклажанымызды салып, тағы да кішкене араластыратын боламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды салуды ұмытпаймыз. Дайын тұрған суымызға крахмалымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де салатымызға барлығын жақсылап құйып, қоюланғанша кішкене қуыратын боламыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша бетіне ұсақтап туралынған кинза немесе көк сарымсақты қосып әсемдеулеріңізге болады. Және де бетіне мен әсемдік үшін осындай кунжутты қолдандым. Өте дәмді болып шығатын салат, яғни ыстық салат болып табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығыңызға ас болсын.